Қазіргі қарастыратын тақырып ол бізде preposition of place, предлог место. Соның бірнешеуін сіздермен бірге қарастырайық. Ең бірінші on. On бізде бір нәрсенің үстінде деген сөз. Үстінде. Мысалы, столдың үстінде болатын болса on the table. Орындықтың үстінде on the chair деп қоя бересіз. Келесі in ішінде деп аударылады. Мысалы, сыныптың ішінде in the class. Кітаптың ішінде in the book. Келесі предлог ол бізде under, ол астында деген сөз, астында. Мысалы, ағаштың астында under the tree. Кітаптың астында under the book. Келесі предлог ол бізде behind, артында деген сөз, артында. Мысалы, есіктің артында behind the door. Терезенің артында behind the window. Келесі предлог ол бізде in front of, алдында деген сөз, алдында. Мысалы, тақтаның алдында қалай болады? In front of the board болады, board, тақта. Келесі предлог ол бізде next to немесе near, қасында деген сөз, қасында, жанында. Мысалы, столдың қасында қалай болады? Next to the table болады. Флагтың қасында next to the flag болады. Between екі заттың ортасы деген сөз, екі заттың ортасында деген сөз. Не деп айтайық? Терезе мен есіктің ортасында деп қалай айтамыз? Яғни, сначала between, белгілі бір терезе болса the window and door дейміз, Яғни, терезе мен есіктің ортасында. Болмаса, Али мен Дамирдің ортасында болатын болса, between Ali and Дамир болады. Мына тұрған предлог over переводится как над, жоғарыда деген сөз, жоғарыда. Мысалы, ағаштың жоғары жағында десеңіз, онда over the tree деп айтамыз. Over the tree, ағаштың жоғары жағында. Енді бұл предлогтармен сіз қалай сөйлем құрастырасыз? There is, there are конструкциясын қолдансаңыз болады. Мысалы, бір сөйлемді көрсетейін, не дейік? Кітап бар, столдың үстінде дейік. Оны қалай аударамыз? Бірінші, кітап бар дегенді аударамыз. Кітап жекеше түрінде, яғни there is қолданасыз. There is a book, артикль қойдым. Потом, үстінде деген сөз жазасыз. Үстінде бізде on болады. On, белгілі бір столдың, белгілі артикль қоямыз. On the table болады, Болмаса, көпше түрінде алып көрейік, Мысалы, құстар бар, ағаштың жоғары жағында дейік. Стрелкамен көрсете салайын. Құстар бізде көпше түрінде, сондықтан біз не аламыз? There are, бар деген сөз. Құстар көпше түрінде, жалғауын қосамыз, артикль қоймаймыз. Жоғары жағы бізде не болды? Over болды. There are birds over the tree болады. Яғни бар құстар ағаштың жоғары жағында. Міне осы конструкцияға салып, сіз келген сөйлемді құрастыра аласыз. So, English is easy, guys. Be with us. Бізге тіркелуді ұмытып кетпеңіз. See ya!